әкесі намаз оқиды екен да. Әкесі айтты, баласы жаңағы тендерменен алса, балам қажылыққа барайын да, умраға жіберсейші деген екен. Баласында ақша жетеді негізі. Айтты да, болды, көктемде жаңағы. Болды, жіберем әке депті да. Баласымен екеуміз сөйлесіп отырып қой, сонда баласы айтады, жаңағы калькуляторым істеп кетті дейді. Есебім өзінше қатты істеп кетті да, ақшаны бір айналдырып алайын, сосын жіберем деп. Сосын ертесіне келіп әкесіне айтты, әке, ақшаны бір айналдырайын, күзде барсаңшы деп. Жарайды, күзде барсам, күзде барайын. 1,5 айдан кейін әкем дүниеден өтті дейді. Білесіз бе, қандай өкініш болады? Енді бұл саған өмір бойы жүйкең тоздыратын өкініш болады. Барам деп тұрған адамды, ақшаң жоқ болса басқа етті, барам деп тұрған адамды ақшаң болып тұрып жібере алмадың ғой. Кейбір адамдар жаңағы барсаңызшы деп тұрып бармай қойғанның өзі бір басқа да ол. Барам деп тұрған адам ақшаң болып тұрып жібермей қоюшы. Анау айтады, бұл өкінішті қалай жеңсем болады? Соның атынан умра жасайын ба дейді. Жаса. Бірақ бәрібір сен мынау ойыңнан кетпейді енді. Сол айтарым сол еді. Ата-анаң барма, жаса, ертең өкінесің. Мен сияқты, басқа да ата-анасынан айырылғандар сияқты өкінесің ертең.